Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Айдана. Біз бүгін сондай ерекше болып пісетін пәтір нан, яғни тек сүтке ғана пісетін тәтті нан дайындайтын боламыз. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпа. Нанымызды дайындау үшін жылы сүт, сұйық май және де ашытқы, қант, тұз керек болады. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша, яғни қант тұзымыз ерігенше араластырып алатын боламыз. Одан соң үстіне бір жұмыртқа салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Ендігі кезекте ұнымызды ситадан өткізу арқылы жаймендеп венчиктің көмегімен араластырамыз, яғни жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Міне қамырымыз дәл осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын болып шығады. Қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа көтерілтіп қойып қоямыз. Дәл осындай болып көтеріледі. Көтерілгеннен кейін 3 бөлікке бөлеміз. 4 бөлікке бөлуге де болады. Мен бірақ 3 бөлікке бөлдім. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, нандарыңыз сондай тәтті, жұмсақ болып шығады, және де түрі сондай әдемі, көз тартарлық болып тұрады. 3 бөлікке бөліп, көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Көтерілгеннен кейін бір бөлігін алып, табамызға саламыз да, жан-жағын өткір затпен, дәл осы видеодағыдай кесіп шығатын боламыз. Нанымыздың құрамына қанша зат кеткенін описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жақтан қарап, толық грамм бойынша жасай берсеңіздер болады. Міне нанымызды дәл осылай ортасынан басу арқылы формасын келтіреміз. Сондай әдемі болады. Одан соң ортасын бастырып шығамыз, яғни көтеріліп кетпеу үшін. Жұмыртқамыздың сарысын жағып, бетіне кунжутымызды сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сіздерге әрдайым осындай жақсы рецептерді ұсынып отыратын боламын. Және де комментарий бөліміне ендігі кезекте қандай рецепт қажет екенін жазып кетулеріңізге болады.